Жергілікті полиция қызметі, учаскелік полиция инспекторлары, ювеналдық патрульдік полиция, сондай-ақ әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының жұмысына жетекшілік жүргізеді. Басқарма бастығының орынбасары Александр Розбах облыс аумағында шілденің 5 мен 14 аралығында түнгі қаладағы балалар операциясының өткізілгені туралы айтты. Шараның 10 күнінде полицияға 325 кәмелетке толмаған адам жеткізілген. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта тұрғын жайдан тыс жүруінің 308 фактісі анықталған. Александр Розбах іс-шара барысында тек бұзушылықтарды анықтау ғана емес, басты мақсат жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету екенін айтып өтті. В период летних каникул просим. Жазғы демалыс кезінде ата-аналарды балаларына баса назар аударуды сұраймыз. Атап айтқанда, балалар кешкі сағат 23:00-ден кейін заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз көшеде жүрмеуі тиіс. Қазір демалыс, балалардың бос уақыты бар. Құқық бұзушылықтарға жол бермеу үшін оларды үйірмелерге жіберген жөн. Бұдан бөлек балалардың сауықтыру лагерлері жұмыс істейді. Лагерлерге жіберуге шақырамыз. Ол жерде бақылаусыз болмайды. Әр сауықтыру лагерінде полиция қызметкерлері де кезекшілік атқарады. Елге кіру және шетелге шығу тақырыбы бойынша бірқатар сұрақтар келіп түсті. Полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы Талғат Әбілов сұрақтарға жауап берді. Әкімшілік тәжірибе бөлімінің жұмыс желісінде қатысты цифрландырудағы жаңашылықтар туралы әкімшілік полиция басқармасының аға инспекторы Бекен Тағилов айтып берді. Электрондық үкімет порталы арқылы ішкі істер органдарына өтініш жібересіз. Аталған өтінішті ішкі істер органдары 15 күн қарастырады. Тексеру іс-шаралары жүргізілген жағдайда сізге азаматтық қаруды сатып алуға рұқсат беріледі немесе бас тартылады. Полиция департаментінің аға инспекторы Құрман Мусин атқарылған жұмыстарымен бөлісті. Облыс аумағында 6 айдың ішінде қару жедел профилактикалық іс-шарасы 4 рет өткізілген. Түрлі бұзушылықтар үшін 635 қару иесі жауапқа тартылды. Сондай-ақ өз еркімен тіркелмеген қаруды тапсыру бойынша акция өткізілген. Нәтижесінде ішкі істер органдарына 28 қару тапсырылған. Жолда қабылдау акциясының жарты күнінде қалалық және аудандық бөліністерінің полицейлеріне 100-ден астам түрлі сұрақтар келіп түскен. Солтүстік қазақстандық полицейлер Facebook және Instagramдағы тікелей эфирлер арқылы жүгінгендерге кеңес беріп, желі қолдаушылардың сұрақтарына жауап берді. Руслан Құсайынов, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.